Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен талшын өзім бұрыннан жасайтын кимчидің рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Парақшамды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Тез бұзылмай ұзақ уақыт сақталатын болады және базардағыдан да өте дәмді болып шығатын болады. Ең алдымен бізге пекин капустасы қажет болады. Жақсылап жуып, осылай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Одан соң осылай барлық бөліктерін ашып, үстінен тұз сеуіп шығатын боламыз. Барлық жеріне толық тұз себілуі қажет және осы тұзды барлық жеріне сеуіп болған соң үстінен салқын суымызға 2 литр салқын суымызға тұз салатын боламыз. Тұзды қалауларыңызша, ащы болған қаласаңыздар, молырақ салсаңыздар болады. Осылай тұзымызды салып, жақсылап араластырып, бөліктерге бөлінген пекин капустасының үстінен осылай бататындай етіп құйып шығатын боламыз. Неге осылай барлық суымызды үстінен құйып, үстінен ауыр затпен басып қоятын боламыз. Салқын жерге бір түнге қалдырамыз. Бір түн өткен соң осылай суын төк тастаймыз. Сәл иісі шығып қалады. Жақсылап салқын сумен жуып алыңыздар. Енді ары қарай соусын дайындауға кірісетін боламыз. Мен бұл жерде полгорки перец қолдандым. Кәдімгі болгар борщ мен ащы борщ қолдансаңыздар, ол тез ашытып жібереді. Сондықтан осылай полгорки перецтің қызыл түрін алыңыздар. Менде сәл сарғыш болып қалды және қалауыңызша сарымсақ, жарты ащы борщ, укроп, петрушка қолдансаңыздар болады. Жақсылап осылай блендерге езіп аламыз, немесе еттартқыштан өткізіп алсаңыздар болады. Осы көкөністерімізді осылай жақсылап өткізіп алған соң капустамыздың барлық бөліктеріне қолымызбен жап шығамыз. Үстінен укроп пен петрушкамызды, яғни аскөктерімізді салатын боламыз. Жақсылап араластырамыз және осы соусымыз жақсылап сіңгенше 1-2 сағатқа салқын жерге қалдырып қоятын боламыз, немесе тоңазытқышқа салып қойсаңыздар болады. Мінекей біздің кимчиіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осындай суық ауа райында кез келген тағаммен, кез келген қою тағаммен керемет үйлесетін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Парақшамды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған талшын әлі де көптеген пайдалы видеолармен бөлісемін. Астарыңыз дәмді болсын.